Мен егіз бауырыммен қатар өстім. Ол мені қатты жақсы көретін. Егіз бала ретінде мен қайсымызды көбірек жақсы көретінін анықтаудың нағыз маманы болдым. Оның тәтті тоқашы менікінен үлкенірек болып шықса, менде бірден сұрақ туындайтын. Аш болмасам да. Мен психолог болғанымда, бір нәрсені бәрінен жоғары бағалаушылықты байқай бастадым. Ол мынадай: біз тәнімізді ақыл санамыздан артық бағалаймыз. Мен психология докторы деңгейіне жету үшін университетте 9 жыл оқыдым. Соған қарамастан, адамдар менің бизнес картама қарап, психолог, демек шын дәрігер емес, дейді. Бизнес картада солай жазылып тұрғандай. Мен тәнді ақыл санадан артық бағалаудың осы сияқты мысалдарын жиі көрем. Жақында бір досымның үйінде болдым. Оның 5 жасар ұлы ұйықтағалы жатыр екен. Ол қол жуғыштың жанына орындық қойып, тісін тазалап тұрғанда тайып құлап, аяғын орындыққа сырып алды. Біраз жылаған соң орнынан тұрып, қайтадан орындыққа шықты. Жабысқақ дәкені алып, жарасының бетін жапты. Сол кішкентай бала әлі аяқ киімнің бауын байлай алмайды, бірақ жараны қоздырмау үшін бетін жабу керек екенін, тісті күніне 2 рет тазалау керек екенін біледі. Тәни денсаулығымызды немесе ауыз қуысының тазалығын қалай сақтау керектігі бәрімізге мәлім. Мұны 5 жасымыздан білеміз. Ал психологиялық денсаулығымызды сақтау туралы не білеміз? Шамасы аз ғана. Біз балаларымызға психологиялық тазалықты сақтауды қалай үйретеміз? Үйретпейміз. Сонда біз тісіміздің жайын, ақыл санамыздың жайынан артық ойлаймыз ба? Неге біз үшін тәни денсаулық психологиялық денсаулығымыздан маңызды? Біз тәни жағына қарағанда психологиялық жағынан көбірек жарақаттанамыз. Мысалы, сәтсіздіктер, бас тарту немесе жалғыздық. Бұларға мән бермейтін болсақ, жағдайымыз нашарлай түседі. Бұлар біздің өмірімізге кері әсерін тигізуі мүмкін. Қолымызда психологиялық жарақаттарды емдеудің ғылыми дәлелденген әдістері бар болса да, біз оларды пайдаланбаймыз және тіпті олардың қаншалықты қажет екенін ұқпаймыз. Өзіңді күйзелткен нәрсені ұмыт, ол сенің басыңда ғана ғой. Аяғы сынған адамға осылай деп көріңізші. Серуендеп келсеңш, сынған аяқта мәселе боп па? Тәни және психологиялық денсаулықтың арасындағы алшақтықты азайтатын, екеуінің арасына теңдік белгісін қоятын, оларды егіздердей жүк қылатын уақыт келді. Айтпақшы, менің егіз бауырым да психолог. Ол да шын дәрігер емес. Бірақ біз бірге оқыған жоқпыз. Психология докторы деңгейіне жету үшін Атлантиканы кесіп өтіп, Нью-Йоркке бару мен үшін өмірімдегі ең қиын нәрсе болды. Сонда егіз бауырым екеуміз бірінші рет ажырадық. Бұл екеуміз үшін де қиын болды. Бірақ ол отбасы мен достарының арасын деді, ал мен бөтен елде болдым. Біз бір-бірімізді қатты сағындық. Ол кезде халықаралық телефон байланысы өте қымбат болғандықтан, біз аптасына 5-ақ минут сөйлесе алатынбыз. Сөйтіп, біздің туған күнімізде келіп жетті. Екеуміз бірінші рет туған күнімізді бөлек қарсы алғандықтан, көбірек шығын шығарып, сол аптада 10 минут сөйлеспек болдық. Мен таңның атысынан оның қоңырауын күттім. Әрі күттім, бері күттім. Телефон шырылдамады. Уақыт айырмашылығын есепке алып,
Ол достарымен отырған шығар, кейінірек телефон соғатын болар деп ойладым. Бірақ ол қоңырау шалмады. Сонда біздің арамыз ажыраған 10 ай ішінде ол енді мені өзім оны сағынғандай сағынбайтынын түсіндім. Оның таңертең қоңырау шалатынын білдім, бірақ сол түн менің өмірімдегі ең ұзақ әрі мұңды түндердің бірі болды. Мен таңертең ұйқыдан ояна салып телефонға қарадым. Сонда өткен түні әрлі-берлі жүріп қоңырау күткенде, байқамай тұтқаны орнынан жылжытып тастағанымды көрдім. Төсегімнен ұшып тұрып тұтқаны орнына қойдым, ал бірер секундтан соң телефон шырылдады. Ол менің бауырым еді. Ол қатты ашулы болды. Сол түн оның да өміріндегі ең ұзақ әрі көңілсіз түн болыпты. Мен неліктен бұлай болғанын түсіндіруге тырыстым, бірақ ол: "Мен саған қоңырау шалмай жатсам, сен неге өзің қоңырау шалмайсың?" деді. Оныкі жөн. Мен неге қоңырау шалмадым? Мен сол кезде бұған жауап таба алмадым, бірақ бүгін сол сұрақтың жауабын білемін. Ол қарапайым. Жалғыздық. Жалғыздық ауыр психологиялық жарақат әкеледі. Оның салдарынан әлемге деген көзқарасымыз өзгереді, ойларымыз шатасады. Сонда айналадағылар бізге барынша қамқор болуға тырыспайды деп ойлаймыз. Бір нәрсеге ұмтылудан қорқа бастаймыз. Өйткені онсыз да жүрегіміз ауырып тұрғанда, өзімізді сәтсіздікке немесе азапқа душар етудің қажеті не? Мен сол кезде жалғыздықтың құрсауында болдым. Бірақ күні бойы адамдардың арасында жүргендіктен мұны түсіне алмадым. Бірақ жалғыздықты әркім әрқалай түсінеді. Ол не эмоционалдық, не әлеуметтік оқшаулану сезіміне байланысты. Мен де соны сезіндім. Жалғыздыққа қатысты зерттеулер көп. Олар қорқынышты. Жалғыздық бақытсыз етіп қана қоймайды, ол өлімге апарады. Бұл қалжың емес. Созылмалы жалғыздық ерте өлу ықтималдылығын 14%-ға арттырады. 14%-ға. Жалғыздық қан қысымын жоғарылатады. Холестерин деңгейін арттырады. Ол тіпті иммундық жүйенің қызметін төмендетеді. Сөйтіп, бізді ауруларға бейім етеді. Ғалымдар темекі шегу денсаулық пен өмірдің ұзақтығы үшін қаншалықты қауіпті болса, созылмалы жалғыздық та денсаулық үшін дәл соншалықты қауіпті екендігі жөнінде қорытынды жасаған. Қазір темекінің қабында өлімге апарады деген жазу бар. Бірақ жалғыздық туралы ешкім бұлай айтпайды. Міне, дәл сол себепті психологиялық денсаулыққа көбірек мән берудің және эмоционалдық тазалықты сақтаудың маңызы зор. Өйткені психологиялық жарақатыңыздың бар екенін түсінбесеңіз, оны емдей алмайсыз. Жалғыздық әлемге деген көзқарасымызды өзгертетін, адастыратын жалғыз психологиялық жарақат емес. Сәтсіздік. Мұның да ықпалы зор. Бірде мен бір күндізгі орталыққа бардым. Сонда бірдей пластик ойыншықтармен ойнап отырған 3 кішкентай баланы көрдім. Бірдей ойыншықтардың қызыл тетігін жылжытса, одан сүйкімді ит атып шығатын. Бір кішкентай қыз күлгін тетікті жылжытып басып көрді. Содан соң қорапқа қарап отыра қалды. Оның астыңғы ерні дірілдеп кетті. Ал қыздың жанында тұрып, бәрін көрген ол бала өзінің қорабына бұрылып, оған қол тигізбей жатып жылап жіберді. Осы арада жандарындағы тағы бір қыз қызыл тетік жылжығанша басып тартуға болатынның бәрін шұқылап шықты. Ақыры сүйкімді ит қораптан атып шыққанда, ол қуанғаннан шыңғырып жіберді. Міне, 3 кішкентай баланың ойыншықтары бірдей болғанымен, сәтсіздікті әрқайсысы әрқалай қабылдады. Бірінші екеуі қызыл тетікті жылжыта алатын еді. Бірақ оларға кедергі келтірген жалғыз нәрсе, мұны істей алмайсың деген ойлар ғана. Үлкендер де осылай жиі алданады. Сәтсіздікке ұшыраған сайын іске қосылатын сезімдер мен көзқарастар бәріне тән. Сіздің ақыл ойыңыз сәтсіздікті қалай қабылдайтынын білесіз бе? Мұны білуіңіз керек. Өйткені егер ақыл ойыңыз қандай да бір істің қолыңыздан келмейтініне сізді сендірсе, және сіз соған сенсеңіз, алдыңғы 2 бала сияқты өзіңізді дәрменсіз сезініп, ұмтылысыңызды тоқтатасыз немесе мүлде талпынбайсыз. Сөйтіп, қолымнан келмейді деп өзіңізді сендіре түсесіз. Өз талап қабілеттерін барынша қолданбайтын адамдардың көптігі міне осыдан. Өйткені бір кездегі кішкентай сәтсіздіктері оларды енді ештеңеге шамалары жетпейді деп сендірген, ал олар соған сеніп қалған.
Біз бір рет көз жеткізген нәрседен оңайшылықпен бас тарта қоймаймыз. Мен үшін бұл сабақ ауыр тиді. Бауырым екеуміз жасөспірім кезімізде достарымызбен бірге көлікпен қараңғы жерден өтіп бара жаттық. Бізді жол сақшылары тоқтатты. Сол ауданда ұрлық болыпты, ал олар күдіктілерді іздеп жүр екен. Аға сақшы көлікке жақындап, қолшам жарығымен алдымен жүргізушіге, содан соң алдында отырған ағама қарады. Ал содан соң жарықты маған түсірді. Ол көзін алартып, "Мен сені бір жерден көрдім", деді. Мен, "Алдыңғы орындықтан көрдіңіз", дедім. Бірақ ол мұны түсінуге тырысқан жоқ, ол мені есірткі қабылдаған деп ойлады. Мені көліктен шығарып тінтіп шықты, сақшы көлігіне апарды. Ол менің бұрын соңды істі болмағаныма көз жеткізгенде ғана, оған алдыңғы орындықта отырған егіз бауырымды көрсете алдым. Біз кетіп бара жатқанда да менің бір нәрсені жасырып қалғаныма деген сенімділігі оның бетінде жазылып тұрды. Біз бір нәрсеге көз жеткізген болсақ, ойымызды өзгертуіміз қиын, сондықтан сәтсіздікке ұшыраған сайын қапалану орынды нәрсе. Бірақ соған қарап, енді жетістікке жете алмаймын деп ойлауға болмайды. Дәрменсіздікпен күресу керек. Жағдайды қолға алып, жағымсыз айналымды басынан тоқтату керек. Біздің ақыл ойымыз бен сезімдеріміз сенімге лайықты достар емес. Олар бірде қолдаса, тағы бір жолы жаман қылық көрсететін қыңыр дос сияқты. Бірде мен 20 жыл отасқан ермен ажырасып, жайсыз жағдайды бастан кешірген, жаңа қарым-қатынасқа өзін әрең дайындаған бір әйелмен жұмыс істедім. Ол бір жігітпен онлайн танысады. Жігіт оған жақсы, әрі табысты, ал ең маңыздысы өзіне қызығушылық танытқандай болып көрінеді. Ол қатты үміттеніп, жаңа көйлек сатып алады. Олар Нью-Йорктегі әйгілі барлардың бірінде кездеседі. Бірақ 10 минуттан соң жігіт орнынан тұрып, "Сен маған қызық емессің", деп кетіп қалады. Бас тарту. Біреу сенен бас тартса, бұл өте ауыр тиеді. Сол әйел сасқаннан тіпті қимылдай алмай қалады. Оның тек құрбысына телефон соғуға шамасы жетеді. Сонда құрбысы оған: "Ал сен нені күтіп едің? Сенің бөксең жуан, қызықты әңгіме айта алмайсың, сымбатты, табысты еркек үшін сен сияқты жолы болмайтын әйелге уақыт жұмсаудың қажеті не?" дейді. Осынша қатыгез болуға бола ма? Бірақ ең қатыгезі мынау. Ешқандай құрбы жоқ. Мұны айтқан әйелдің өзі. Біз бәріміз солай етеміз. Әсіресе біреу бізден бас тартқанда, біз қателіктеріміз бен кемшіліктеріміз туралы, қандай болғымыз келетіні, бірақ бола алмағанымыз туралы ойлап, өз-өзімізге ұрсамыз. Дәл жаңағыдай қатты болмаса да, өзімізді сөгеміз. Мұнымыз қызық, иә? Өйткені біздің өз-өзімізге деген бағамызға онсыз да соққы тиді ғой. Неге жағдайымызды одан әрі ушықтырғымыз келеді? Біз ешқашан өз-өзімізді әдейі жараламас едік. Пышақты алып, қолымызды кесіп, мына жараны қаншалықты тереңдетуге болатынын көрейінші, демейміз. Бірақ психологиялық жарақаттармен үнемі солай жасаймыз. Неге? Эмоционалдық тазалықты дұрыс сақтамағаннан. Өйткені біз үшін психологиялық денсаулық маңызды емес. Ондаған зерттеулерге қарап, адам өзін-өзін төмен бағаласа, қорқыныш пен стресске бейім болатыны, сәтсіздіктер мен бас тартулардың оған қатты тиетіні, сөйтіп қайтадан бас көтеру үшін көбірек уақытты қажет ететінін көреміз. Сондықтан біреу сізден бас тартқанда, күрескерлер клубындағыдай өз-өзіңізді тоқпаштай бермей, ең алдымен өз-өзіңізге деген бағаңызды қалпына келтіруіңіз керек. Эмоционалдық жағынан ауырғанда, өз-өзіңізге жақын досыңыздай күтетін жанашырлық танытыңыз. Біз өзіміздің зиянды психологиялық әдеттерімізді анықтап, өзгертуіміз керек. Ең көп тараған және ең зиянды әдеттердің бірі руминация. Бұл бір нәрсеге қадалып қалуды білдіреді. Бастығыңыз сізге айғайлағанда, немесе профессор бүкіл сыныптың алдында ақымақ қылып көрсеткенде, немесе досыңызбен қатты ренжісіп қалғанда, сол жағдайды күні бойы, кейде тіпті апталап ойлай бересіз. Жағымсыз жағдайларға осылай қадалып қалу салдары ауыр әдеттерге апарып соқтыруы мүмкін. Өйткені реніш пен жағымсыз ойларға осынша көп уақыт жұмсағанда, өзіңізді ауыр күйзеліске, ішімдікке бейімділікке, ас қорыту үрдісінің бұзылуына және тіпті жүрек қан тамыры ауруларына душар етесіз.
Бір мәселені қайтадан ойлау маңызды болып көрінетіндіктен, оны тоқтату қиын. Мен мұны жақсы білем. Себебі шамамен 1 жыл бұрын өзім солай әдеттеніп алдым. Менің егіз бауырыма 3-ші сатыдағы Ні-Ходжинкс лимфомасы деген диагноз қойды. О 1 жылдам асқынып, бауырымның денесін ісік жайлап кетті. Ол ауыр химиотерапия қабылдауға мәжбүр болды. Мен оның жағдайы туралы ойлай бердім. Оның қандай азаптарды бастан кешіп жатқаны туралы ойлауды тоқтата алмадым. Тіпті ол ешқашан сол туралы айтпаса да, ол өзі жақсы көңіл күйде болды. Оның психологиялық денсаулығы керемет мықты еді. Ал мен тәни сау болсам да, нашар психологиялық күйде болдым. Не істерімді білмедім. Зерттеулер жабысқа қойларды жеңу үшін 1 минутқа болса да басқа нәрсеге алданудың жеткілікті екенін көрсетеді. Сондықтан мазасыз, зиянды ойлар туындаған сайын, мен өз-өзімді басқа нәрсеге алдануға мәжбүрледім. Сөйтіп, 1 аптаның ішінде көңіл күйім өзгеріп, қал жағдайым жақсарып қалды. Химиотерапиядан 9 апта өткен соң, бауырым компьютерлік тексеруден өтті. Тексерудің нәтижесі келгенде, мен оның жанында болдым. Ісіктер толығымен жойылып кеткен. Ол әлі де 3 химиотерапиядан өту керек еді, бірақ біз оның толық жазылатынына сенімді болдық. Мынау 2 апта бұрынғы сурет. Жалғыздықпен күрескенде, сәтсіздіктерді дұрыс қабылдағанда, өз-өзіңізге деген бағаңызды қорғағанда, жаман ойларға бой алдырмағанда, сіз психологиялық жараларыңызды емдеп қана қоймай, эмоционалды күшке ие боласыз және жетіле түсесіз. 100 жылдар бұрын адамзат жеке бас тазалығын сақтауды үйренді. Сонда өмір сүру ұзақтығы 50%-ға артты. Бар жоғы бірнеше 10 жылдықтың ішінде. Ал егер эмоционалдық тазалықты сақтайтын болсақ, өміріміздің сапасы біршама жақсаратынына сенемін. Психологиялық жағынан бәрінің дені сау әлемде өмір сүрудің қалай болатынын елестете аласыз ба? Жалғыздық пен күйзеліс аз, сәтсіздікті қалай жеңу керектігін бәрі білетін, әркім өзін жақсырақ әрі күштірек сезінетін, бақытты әрі қанағаттанған күйде болатын әлемде. Мен елестете аламын, өйткені ол мен және менің бауырым өмір сүргісі келетін әлем. Егер әркім осыны есінде ұстаса және жай ғана кейбір әдеттерін өзгертсе, бәріміз сондай әлемде өмір сүре аламыз. Көп рахмет. Бейнероликке лайк басып, арнама жазылуды ұмытпаңыздар.